Сәлем, менің алтын оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Біздің YouTube'қа қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге мен құрақтардан жасалған сумканы үйрететін боламын. Ол үшін сіз міндетті түрде біздің каналға тіркелуіңіз қажет, және де жақсы комментарийларды күтетін. Сәлеметсіздер ме, қыздар? Бүгін біз сіздерге мынандай сумканы үйрететін боламыз. Дәл бұндай құрақ емес, жол құрақтан арналған сумканы жасап көрсететін боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар, қыздар. Турецкий бархат керек болады. Одан кейін бамбук астар керек болады. Бамбук астар. Сосын жіп, қайшы, мел, ручка, линейка және мынандай картон. Қатпалау картон керек болады. Біз мына жол құрағымызды қазір сіздерге жасап көрсетеміз. Мына жол құрақтарды. Осы жол құрақтарда кішкентайынан амандасу құрақтың үлкенінен керек болады. 2 штук амандасу, 6 штук жол құрақ керек болады. Қазір осы құрақтарды сіздерге бірме-бір жасап көрсететін боламын. Құрақ десеңіздер, шығарымыздың барлығын дайындап алдық. Қазір 6 түс бізде. 3, 4, 5, 6 түс. Осы 6 түстен қазір бізде мына 15-те 15 сантиметрлік астарымызды қырқып алдық. Қырқып алғаннан кейін ең алдымен қоңырды жүргіземіз. Қоңыр. Анаңды түсірілсін. Өзімізді. Енді бұл негізі түсінікті деп ойлаймын, бірақ сонда да көрсетіп жатырмыз. Қоңыр, одан кейін ақ. 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 Одан кейін розовый. Мынаны қолмен басып алыңыздар. Розовый. Розовый үлкендеу екен, оны жегізіп тұрып тігеміз. Розовый, одан кейін көк. Кішкене бұлай қойып, розы үлкен болған, кішкене жегізіп қойып тігіп жатырмын. Егер де біздің инстаграм парақшаға тіркеліп, және де сол жерде ақылы сабақтарды өткіңіз келсе, мына жерде өзімнің алтын ою парақшасын қалдырып кетем. Мен сізді инста парақшамда күтем. Енді ақ. Ақ. Одан кейін жасыл. Одан кейін қызыл. Ең соңында қызыл тігеміз. Анамыз қайда кетті? Міне қыздар, бізде жол құрағымыз дайын. Енді шетін бастырып шығамыз қыздар. Әшейін ұшын ғана бастырып шығамыз. Бұл астарымен бірігіп тұру үшін. Құрастырған кезінде әдемі көрініп тұру үшін.
қыздар, жіптерінің бәрін қырқып тастаймыз. Міне, жол құрағымыз дайын. Дәл мынандай қылып, анда көрсет. Мен ашыда. Міне, дәл осындай қылып, біз қазір құрастырып аламыз. Міне, осылай қылып құрастырып аламыз. Жарты сантиметр көлемінде құрастырып аламыз. Енді осыны ортасына біз амандасу қоюымыз керек. Міне, амандасу бір-біріне үйлесу керек. Бұлай қылып қоймаңыздар. Амандасу міне бір-біріне бұлай кетіп жатыр. Осыны енді амандасуды бір-біріне қосып шығамыз. Міне, қосып алдық. Енді мыналарды қосып шығамыз. Мына екі жағын да қосып шығамыз. Мына жағында қосып аламыз. Негізі мына 20 сантиметрлік пен 15 сантиметрліктің үшеуі мынаған тура келеді. Міне қыздар, мынау дайын бізде. Енді осыны арқасынан жақсылап үтіктеп аламыз. Мына тікістерінің барлығын бұлай жатыстырып, ашып, үтіктеп аламыз. Үтіктеуді көрсетпей қояйын. Оны не алмай тұр. Қыздар, біз сумкамыздың ұзындығын 40 сантиметр, енін 50 сантиметр қылып қырқып алдық. Бұл сумкамыздың артқы бөлігі. Қазір мына жерде полный құрақ құралған болса, біз тек қана қазіргі істеп жатқан сумкамыз беті ғана құрақ, астыңғы жағы обычный болады. Сол үшін қазір мен мына астыңғы артқы жағын пішіп жатырмын, қыздар. Артқы бөлігін пішіп алдық. Астарын полный қосып алғаннан кейін пішіп алатын боламыз. Мынаны бұлай қосып аламыз. Мына үлкен болып кетті. Мынау қазір бізде құрақтарымыз кішкентай болып кетті. 44 болып тұр. Тастасамыз.
Енді осыны біз қосып аламыз, қыздар. Осыны қазір былай қосып аламыз. Мына жерін тігіп аламыз. Метр көлемінде қосып аламыз. Міне қыздар, мынаны да түктеп аласыздар. Бізде кішкене ғана астыңғы жағы артық болып тұру керек. Енді мынаны қазір мына жағынан, қазір бізде мына жерде 1 сантиметрде артық болып тұрған болса, мына жағынан общий алған кезінде 5 сантиметр мына астыңғы жағына кету керек. 5 сантиметр. Қазір линейканы алып келейін. Әр жағынан 5 сантиметр алу керек, ал біз мынаны мына жерінен 4 сантиметр аламыз да, өйткені мына тігістен 4 сантиметр аламыз. Мына осы жерінен қазір булавкамен, Айгерім, булавкамен қадаймыз. Булавка апеш, булавка апеш, булавка, да тұрой, қызыл жасыл инелер бар ғой, қадайтын. Осы жерінен қазір мен тура тігіске неғып тұрмын, осыны астарымен бірге аластар да, осы жерінен булавка қадаймыз қазір. Енді астыңғы жағына көбірек аламыз, 5 сантиметр деп, өйткені бізде мына жақта артық 5 сантиметр, 1 сантиметр бар, міне 5 сантиметрде аламыз. Осы жеріне қазір қадаймыз. Астыңғы жағын бүктеп аласыздар, қыздар, жалпы түсінікті болып жатыр, қыздар. Астыңғы жағынан 5 сантиметрдей мына жерден болады екен. Осыны тура қылып, мынамен бірге былай аламыз. Мына көріп тұрсыздар, мына былай қосылады. Тура жаңа құрақпен материал қосылған жеріміз, құрақ жағы 4 сантиметр, мына жағы 5 сантиметр болу керек. Мынау бізде қазір. Енді осыны булавкамен қадап аламыз. Мына жағында дәл солай істейміз. Құрақ жағын 4 сантиметр. 4 сантиметр. Мына жерге дейін. Ал мына жағын 5 сантиметр. Тап алдық. Жақсылап үтіктеп алсаңыздар да болады, мынандай жерлерін ажыратып тұрып. Енді мынаны маған дейінгі тігіске дейін, мына осыған дейін тігіп аламыз. Бүктелген жерге дейін. Мынамен бірдей қылып, мына жағын бірдей қылып, дейінгіні закрепка беріп, мына жағында дәл солай.
Енді мынаны тігіп аламыз. Мынаны былай қайырастарда осылай тігіп аламыз. Полоскаларды абайлап алып тастаймыз. Закрепка беріп, тігіп аламыз. Ортасын закрепка беріп жіберіңіздер. Мына екі араны аштық қой біз. Сол жерін закрепка беріп жібереміз. Неке бізде уже неміз дайын. Қазір біз астарын астар дәл мынаның размерімен бірдей қылып пішіп аламыз. Бізде қазір 42, мынауымыз 35 болып тұр, 34 болып тұр. 42-де 34. Двойной қылып аламыз қазір. Осыны енді біз жаңағыдай қылып тігіп алып, астын қайырып, мынаның ішіне орналастырып шығамыз қазір. Где-то бір 4,5 сантиметрдей қалдыра берейік. Мел әкеш. Соған дейін тігіп аламыз қазір. Azaltalım, 4,5 santimetre. Biz tığ jüyerimiz. Қазір біз бұның ішіне астар қойып аламыз. Қыздар ішкі жағына, астар жағына қалта тігіп жіберсеңіздер де болады. Қалта. Деп аламыз, мына жерін осы бөлігі қазір
қазір бізде мынау 9 сантиметр ұзындығы. Ұзындығы 40. Коробкамызды 9-да 40 аламыз. Астыңғы жағына салып жібереміз. Мынаны астарын ішіне салып, тігісіне бір-бірінің тігісіне қойып, тігістерін. Астары кішкене бізде сыртынан көріп кішірек болады, 1 сантиметрдей. Ішіне қайырып тігеміз оны. Енді осыны қазір біз несін тігеміз? Қолына қоятын тігеміз. Біз бұны басқаша алып тігеміз. Мынау астымен бірге қосылған болса, оны біз мына жерден бастап тігеміз. Ременін розы материалдан қыламыз. 1 метр. Мына жағына 1 метр, арғы жағына 2 бау қыламыз. Енін 9 сантиметрде қыламыз. 9-дан 18 прокладка керек. 2 ременнің размерін істеп жатырмыз. Міне қыздар, біз ремендерін дайындап алдық. Енді оны бүктеп тігеміз. Екі жағын қайырып, бүктеп тігеміз. Ұзындығы 1 метрден 2 аламыз қыздар. Сіздер көктеп алсаңыздар болады қыздар.
былай 1 сантиметрдей қайырамыз дағыны. Мынаны ішіне кіргізіп тігеміз. Түстес шіп, яғни бұны ремені тігетін болғандықтан өзінің түсімен бірдей түстес шіп өткізіп алдым. Астына да үстіне де розовый жіп. Басын қайырып алдым 1 сантиметрдей. Сіздер көктеп тігіп алсаңыздар да болады. Мына жағын 1 сантиметр, мына жағын 1 сантиметр. Енді осыны бүктеп тігеміз. 1 сантиметрдей қайырып. Мына жағында қайырып 1 сантиметрдей. Мына жағын қайырмай тіге салдыңыздар, астыңғы жағына кетіп қалады. Екеуінде бір жағын қайырып, екінші жағын қайырмай тігіңіздер. Мына жағын құр қайырып қойдық, тікпейміз қазір бұны. Просто қайырып қойдық. Енді осыны біз жастығымызға, жастығын ез қодағыр. Құдайым, сыртында тұрар. Осы жерінде кішкене қателесіп мен. Осы жерін дәл мынандай қылып істеп аламыз. Тіккен кезінде осы жерін бұлай тігі жере саламыз қыздар. Мынаны бірінші тігіп аламыз, сосын астарын тігеміз. Жеті сантиметрдей қалу керек қыздарға. Белгілеп алайық. 7 сантиметрдей ішкі жақтан. Мына жақ уже бізде 1 сантиметрдей тігіледі. Мына жақтан 7 сантиметрдей. 7-ге 7. Осы жерден қазір біз тігіп аламыз. Мынаны да 7. Мынамен есептеген 8, мынамен есептеген 8 болады қыздар. 1 сантиметр кіріп кетеді ол ішке. Енді осыны алды артына мынаны бүйтіп ішкі жағына кіргізіп, яғни тігіс жағы ішкі жағында тұру керек. Осы жерге біз қазір екі жағына да түсіріп аламыз. Арқасында белгілеп алайық.
7. Мына жағы 8. Енді осыны қазір түсіріп аламыз. Осы жерге ішкі жағына. Жақындап. Өлшеп алған жерімізге қоямыз. Мынаны 1 сантиметрде қалдырамыз қыздар тігіске. Мына жерін полный, мына жерден бастап тікпейміз, 1 сантиметрде қалдырамыз. Осы жерінен бастап закрепка беріп, осы турайдан тігіп, енді бұлай X қыламыз. Сызып алсаңыздар болады қыздар. Мен қазір өзім көз мөлшермен істеп жатырмын. Сіздер сызып алыңыздар міндетті түрде. Ана бізде мына жерде 1 сантиметрде қалды, көрініңіздер. Енді екінші жағында солай істейміз. Қыздар, мінекей тігістің, яғни мына тіккен ременіміз бар ғой, соның тігіс жағын үшке қаратып қоямыз. Екі жағын да дәл солай қоямыз. Мына бағана 7-де 7 қылып өлшеп алған тура мелдің жанына қойып, осы жерден қазір біз X шығаратын боламыз. 1 сантиметрдей міндетті түрде қалдырамыз. Міне қыздар, мына сыртқы жағын 2 рет закрепка беріп жіберіңіздер, мықты ұстап тұру үшін. Міне осылай шығу керек. Қарын тігуіміз керек.
біз мына жағынан қайырып, мына жағынан көптеу қайырамыз. Мына жағынан 1,5 сантиметрде қайыра беріңіздер. Мына жағынан уже біз 1 сантиметрде қайырып, осылай тігеміз. Көктеп алыңыздар, қыздар, сіздер. Көктеп алмасаңыздар дұрыс шықпай қалады. Ішкі жағына кішкене кіргізіп, астар жағы 1 сантиметр, сыртқы жағы 0,5 сантиметр. Мынау тігіліп кетпесін. Жақындатып көрсетші. Мына көрінбей жатыр ма? Мына 1 сантиметр, мынау почти 1,5 сантиметр. Мына қараңыздар, мына. Осылай тігілу керек мына. Мына қосып тігіліп кетті. Мынау тігіліп кетпесін. Қазір қайт тігіп жүреміз оны. Центрі мен мына центрі тура келсін, қыздар. Мына екі центрі тура келу керек. Қайырамыз, мынаны ішіне қайырамыз. Сол кезде осы екі центрі тура келу керек. Ременін тігіп жібермеңіздер. Ременін бұлай қайырып кетпесін, бұлай. Үстіне қарай шығарып кетпесін. Сіздеріңізде астары мен үсті бірдей болып шығу керек мұны. Бірдей. Мына астарыңыз үлкен, үсті кішкентай болып қалмасын. Мына қазір мен қайырып тігетін кезде бірдей шығу тиіс. Сіздер қалта қойған жоқпын мен. Сіздер егер қалаларыңызша қалта қоюға болады. Қалта қою түкте қиын емес, кәдімгі төрт бұрышты өз қалаған размеріңізде аласыз да, соны ішкі жағына, астар жағына тігіп шығасыз. Бізде бірдей болып түсті.
Осыны ішкі жағына негізі фетр де қойып жүрсеңіздер болады, қатты ұстап тұру үшін. Міне бізде бұл жаққа көріп көрсетейікші. Міне бізде сумкамыз дайын. Қазір ішіне материал саламын. Жақсылап бүктеп жіберсек, сумкамыз дайын. Сәлем қыздар, мінекей мынау қазір біз жол құрақтармен амандасу құрақтан жасалған сумканы мастер-классын түсірдік. Бұл мастер-класс сақталып тұрады. Егер де үлгермей қалсаңыздар, осыны 1000 теңгемен қайтадан сатып алсаңыздар болады. Небәрі 1000 теңгемен осындай әдемі амандасу құрақ пен жол құрақтың сумкасын үйренетін боласыздар.